Барлығына сәлем, менің есімім Еркегүл. Өткен сабақтарда біз ИП ашу және оның салық режимін дұрыс таңдау туралы айтқан болатынбыз. Ал қазір мен сіздерге ИП-ның ай сайын төлейтін төлемдер, яғни платеждар туралы айтқым келеді. Егер сізде ИП-да доход бар болған жағдайда, сіз өзіңізге зарплата, яғни жалақы көрсетесіз және сол жалақыдан келесі төлемдерді төлейсіз. Ол төлемдерге бізге пенсионка, социальное отчисление, страхование және соцналог кіреді. Кей адамдар бізде осы пенсионка, социальное отчисление, страхованияны налог деп қате ұғымда айтып жүр. Бұл жерде налог тек қана социальный налог, яғни аты айтып тұрғанда социальный налог. Социальный налогты сіздер налоговый комитетке төлейсіздер, ал пенсионка, социальное отчисление, страхование сіздер правительство для граждан, яғни үкіметке төлейсіздер. Ай сайын төленетін зарплата, яғни жалақы мөлшерін сіздер өздеріңіз таңдайсыздар. Мен мына кестеде жалақы мөлшерін ең төменгі жалақы мөлшері, яғни 70 мың теңгеге есептеп көрсетіп тұрмын. Ал сіздер өздеріңіз қалаған зарплатаны көрсетуіңізге болады. Ең бастысы, ондағы пенсионка сізде 350 мыңнан артық болмау керек, және социальное отчисление 17.150 теңгеден артық болмау керек. Енді бізде ай сайын төлетін пенсионка мөлшері 7 мың теңге, яғни бұл дегеніміз 70 мыңның 10%-ны құрайды. Социальное отчисление 2450 теңге, яғни 70 мың бұл жердегі ставка 3,5%, яғни 70 мыңды 3,5%-ке көбейткенде 2450 теңге шығады. Келесі бізде страхование. Мұнда есептеу үшін коэффициент 1,4-ті, минимальный заработная плата, яғни 70 мыңға көбейтесіздер, шыққан соманы 5%-ке көбейтесіздер. Сонда 4900 теңге шығады. Сонымен, егер сізде ИП упрощенкада жұмыс істесе, сізде доход бар болған кезде, сіздер пенсионка 7 мың теңге, социальное отчисление 2450 теңге, страхование 4900 теңге төлейсіздер. Егер сізде ИП упрощенный және общий установой режимде жұмыс істесе, бірақ сізде оборот, яғни доход мүлде болмаса, онда сіздер пенсионка, социальное отчисление төлемейсіздер, тек қана страховка 4900 теңге төлейсіздер. Егер сізде ИП общий установой режимде жұмыс істесе, сіздерде доход болған жағдайда, сіздер ай сайын пенсионка 7 мың теңге, социальное отчисление 2450, страхование 4900 және социальный налог 4450 теңге төлейсіздер. Социальный налогтың ставкасы бұл жерде 2 МРП-ға тең. Яғни 2 МРП-дан сіздер социальное отчисление алып тастайсыздар, сонда 4450 теңге төлейсіздер. Социальный налогты тек қана общий установой режим болған кезде ғана төлейсіздер. Келесі, егер сізде ИП-да оборот бар, бірақ сіз пенсионер болсаңыз, сіздер пенсионка, социальное отчисление, страхование ешқайсында төлемейсіздер. Келесі, егер сіз инвалид, бірінші, екінші группада болсаңыздар, сіздер пенсионка және страхование төлемейсіздер, сіздер тек қана социальное отчисление 2450 теңге төлейсіздер. Келесі, бізде егер сіз көп балалы ана, оның ішінде алтын алға, күміс алға, батыр ана болсаңыз, және де студенттер ай сайын 7 мың теңге пенсионка, социальное отчисление 2450 теңге және страхование төлемейді. Келесі, егер сіз декретте отырған ана болсаңыз, онда сізде доход жоқ болса, сіз мына аударымдардың ешқайсысын төлемейсіз. Егер сіз декретте отырған анасыз, бірақ доходыңыз бар болса, онда сіз ИП упрощенкада, яғни бірінші кестедегідей пенсионка 7 мың, социальное отчисление 2450, страхование 4900 теңге төлейсіз. Егер сізде ИП белгілі бір мерзімде приостановление тұрса, онда сіз сол периодқа ешқандай аударымдар төлемейсіз. Осы платеждар, яғни төлемдердің төлеу уақыты ол келесі айдың 25-не дейін, яғни ақпан айы үшін сіздер наурыздың 25-не дейін төлеп тастауларыңыз қажет. Егер уақытында төлемесеңіздер де сіздерден пеня, яғни өсім жүреді. Егер артық төлеп тастасаңыздар, ол сумма переплата болып тұрады. Және келесі жолы сіздер дәл сол суммаға азырақ төлеулеріңізге болады. Егер қателесіп көп сумма аударып жіберсеңіз, оны государственный центр арқылы возврат жасап қайтарып алуға да болады. Мен сіздерге ай сайын төлейтін платеждар, яғни төлемдер туралы айттым. Бұдан бөлек сіздер әр жарты жыл сайын барлық обороттан, яғни доходтан 3% салық төлейсіздер. Оның 1,5% ИПН, яғни индивидуальный подоходный налог, және 1,5% СН, яғни социальный налог. Бірінші жарты жылдықтың
суммасын сіздер 25 тамызға дейін төлейсіздер, ал екінші жарты жылдықтың налогын сіздер 25 ақпанға дейін төлейсіздер. Сонымен мен сіздерге ИП ай сайын төлейтін төлемдер, яғни платеждар туралы айттым. Егер тағы да сұрақтарыңыз қалса, маған инстаграмға жазуларыңызға болады. Назарларыңызға көп рахмет.